Қай топ дайын кәнеке? Дайын топ өздерінің қол шапалақтау арқылы белгісін берсін. Кім дайын? Толық ондық. Жарайды Әли. Кән айта ғой. Толық ондықтармен. Толық ондықтармен деген сөз шықты ма? Жақсы. Сендер ше дайынсыңдар ма балалар? Кім айтады дайын болсаңдар кәнеке? Не істейміз? Қол шапалақтау арқылы белгі береміз. Қол шапалақтау арқылы белгі бермейміз ба? Ал айта қойыңдар, қандай сөз шықты? Жүздіктерді көбейту және бөлу. Жүздіктерді көбейту және бөлу дейді, е? Олай болса балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу екен. Балалар, олай болса, оқулықтарыңның 64-ші бетін ашыңдар. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу екен. Балалар, математика әлемінде А, В, С атты 3 дос болыпты. Ол үшеуі өте тату болыпты. Бірақ кейде А мен В жақшаның ішінде амалдардың орындалу реті бойынша бірінші орындалып, одан соң амалдардың орындалу реті бойынша С-ға көбейтіледі екен. Ал кейде тиімді жолмен А мен С жақшаның ішінде амалдардың орындалу реті бойынша бірінші орындалып, одан кейін В-ға көбейтіледі екен. Достардың орны ауысқанымен, олардың достықтары өзгермейді екен. Демек, санды екі санның көбейтіндісіне көбейту үшін алдымен оны бірінші көбейткішке көбейтіп алу керек. Шыққан көбейтіндіні екінші көбейткішке көбейтеміз. Тақтадағы сандарды пайдаланып, тиімді тәсілдермен есептеп көрейік. Толық ондық көбейткішті санау бірлігі түрінде жазып, көбейтіндіні орындау және кері амалдар шығару жолдарын қарастырайық. 8 көбейтілген 10 бөлу 4. 3 бұрыш ішіндегі сандарды пайдаланып, өрнектер құрастырыңдар және оларға кері амалмен шығарыңдар. Мінеке, топ ішінде орындаймыз балалар. Сексенді төртке бөлсек? 20. 8-ді 4-ке бөлсек неше? 8-ді 4-ке бөлсек? 2. 2-ні 10-ға көбейтсек? 20. Мәні өзгерді ма балалар? Өзгерген жоқ. Кәнеке тапсырманы орындап болдыңдар ма? Орындап болсаңдар? Жарайды, дайын екесіңдер. Кім шығады топтан? Кәусар шығады екен. Шыға ғой, Кәусар. Жарайсың, Кәусар.